Достар, бәріне сәлем. Бүгін біз қан тобын анықтаймыз. Біздің білетініміздей 4 қан тобы бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші қан топтары. Яғни біз қазір АБ0 жүйесі арқылы қан топтарын анықтайтын боламыз. Ең бірінші бізге керек заттар таза кептірілген планшет, одан кейін пациенттің қаны және де циклоклон анти-А, анти-Б, анти-Д қажет болады. Циклондардың сериясына, одан кейін өндірілген күні мен жарамдылық мерзімін мұқият қарауымыз қажет болады. Циклоклон анти-А және анти-Б бұл қанның тобын анықтау үшін қажет болатын болса, ал біздегі жасыл түсті циклоклон анти-Д ол бізде түссіз болып келеді, резус факторды анықтау үшін қажет болады. Бірінші анти-А циклоклонын алып, бір тамшы маркерленген планшетке енгіземіз. Дәл солай анти-Б, анти-Д циклоклондарын бір тамшыдан планшетке енгіземіз. Таза пипеткамен пациенттің қанын алып, дәл бағанағы анти-А, анти-Б, анти-Д тамшыларының қасына бір тамшыдан тамызып шығамыз. Видеода анти-Д-ның қасына емес, бағанағыдай екеуінің үстіне түсіп кетті. Негізі бұл дұрыс емес. Әр тамшыны жеке араластырғышпен араластырамыз. Бәрін бір араластырғышпен араластыруға болмайды, себебі ол агглютинацияны шатастырып алып, қан тобын дұрыс емес қылып шығаруы мүмкін. Қолданылған заттарды Б класына тастайтын боламыз. Одан кейін 3 минут күтеміз. 3 минуттан кейін біз қан тобының агглютинациясын қарап, қан тобын анықтайтын боламыз. 3 минуттан кейін нәтижені қараймыз, яғни бұл жерлерде 3 қатарда да агглютинация орын алған, яғни кестеге қарап 4-10 резус факторлы қан тобы екендігін білеміз.